Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді керемет шығатын блини дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды, шым тұзымызды салып, барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Сосын 1 стакан сүтімізді құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Сосын 1 стакан ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мендегі стаканымның мөлшері 200 мл. Ұнды, сүтті және де қайнаған суымды осы 200 мл стаканмен өлшеп саламын. Сосын жарты шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған суымызды құйып, тез жақсылап араластырамыз. Әйтпесе қамырымыз пісіп кетуі мүмкін. Соңында 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз осындай сұйықтықта болуы қажет. Табамызды газға қойып қыздырып алып, щетканың көмегімен сұйық майымызды жағып шығамыз. Табамызға жарты ұрау қамырымызды құйып, видеодағыдай жайып шығамыз. Сосын 2 жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Блинчиктеріміз осылай тесік болып әдемі болып піседі. Жасап көріңіздер, өте керемет шығады. Осымен біздің блинчиктеріміз дайын. Жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.